Қайырлы күн барша оқырман. Бүгін біз тавада 20 минутта жасалатын және дәл осындай үлкен, биік болып көтерілетін тавада жасалатын тортты менімен бірге жасауға кеңес беремін. Жұмсақтығы жеңіл және оңай жасалады. Қарапайым үш-ақ ингредиенттен жасалады. Жасалу жолы оңай. Видеоны до конца көру үшін, өткізіп алмау үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді бастасақ. 5 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне құмшекерімізді, яғни қантымызды сала отырып, миксердің көмегімен біркелкі 4-5 минуттай асықпай, яғни жұмыртқамыз ағарып көпіргенше толыққанды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей 2 есе массасы ұлғаяды. Дәл осындай сол кезде осылай асықпай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң үстіне бөлме температурасындағы сұйық май, содан соң сүтімізді құямыз, содан соң тағы да 1-2 минут көлемінде тағы да жақсылап тұрып араластырып миксермен шайқап аламыз. Содан кейін ұнымызды ұн үйрегіштен өткізіп, асықпай біркелкі бөліп сала отырамыз. Себебі біркелкі салынған ұнымыз қамырымызды басып тастамайды. Содан соң үстіне біраз қасық қопсытқышымызды сала отырып араластырып, ұнымызды біркелкі тағы да миксердің көмегімен болмаса лопатканың күрекшенің көмегімен араластырсаңыз болады, қалауыңызға қарай. Бұл жерде маған миксермен араластырған өте ыңғайлы, жеңіл болды. Асықпай жақсылап тұрып, ұнымыздың ешқандай түйіршіктігі қалмайтындай етіп, дәл осылай сұйық қаймақ сияқты қамыр массасына енгенше араластырып аламыз. Содан соң асты жабыспайтын табамызды жай отта қыздырып, бір ожау қамырымызды құя отыра, дәл осылай бетіне точкалар, яғни нүктелеріміз шығып көтерілгеннен кейін күрекшенің көмегімен дәл осылай асты үстіне аударып пісіріп аламыз. Асты піскеннен кейін үсті де тез піседі. Дәл осылай менде 12 қамыр шықты. Сіздерде өз қалауыңызға қарай жұмыртқаңыздың массасының көтерілуіне қалай жұмсақтау дәл осындай қамыр шығады. Содан соң мен кремді Три желания варенкасымен және де 20% президент қаймағымен бірге жасадым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай неше түрлі қаймақты креммен, болмаса сармай қосылған креммен, кілеге қосылған креммен, неше түрлі креммен ортасына жағып жасасаңыз болады. Бұл жерде варенкамыздың үстіне 20% қаймағымызды салып, миксердің көмегімен дәл осылай кремімізді езіп шықтым. Қалауыңызға қарай қант ұнтағын қоссаңыз болады. Қатты тәтті болып кетеді десеңіз, қоспай-ақ дәл осылай екеуін біріктіріп араластырып алсаңыз болады. Содан соң кальцияумызды ортамызға қойып, оның ішіне қамырларымызды, яғни жаңа піскен коржыларымызды сала отырып, біркелкі 2 ас қасық болмаса 3 ас қасық кремімізді сала отыра, дәл осылай видеода көрсетілгендей жағып шығамыз. Бұл крем қою болғандықтан ешқандай ағып болмаса жылжып кетпейді. Уайымдамай толыққанды жақсаңыздар болады. Дәл осылай асты үстіне, ортасына, жанына барлығын жаққаннан кейін холодильникке 1 сағатқа болмаса 3 сағат көлеміне қойып, дәл осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыз болады.